бәрін көрсете береді. Кішкентай бала қолына пышақ алғанда жаңағы кішкентай бесікте жатқан інісінің үстін тілгілеп тастаған. Сол үйінде әке шешелерге енді анау да өз баласы, мынау да өз баласы. Қарғайын десең жалғызын, қарғамайын десең жалмауызын десең, бұл не істеген деген кезде мультфильмдегідей істедім деп айтады дейді ана бала. Көрдіңіз ба? Ананы көрген, әбден көзіне көз үйренген деген секілді. Мысалы, ойынның өзі қазір атыс шабыс, өлтіру ойындары көп. Мысалы, оны жаңағы қарайды да біз ойын ойнадық дейді, бірақ оның бәрі өкінішке орай қылмыс жасауға итермелейтін немесе соған етімді үйрететін дүние. Сол үшін де шама жетсе жамандық жасалғанды, енді әрине оны білу керек болған арнайы күшті құрылымдар бар, құқықтық құрылымдар бар, олар білсін. Олардың жұмысы, олар зерттесін, іздесін, қылмыскерді ұстасын, сонымен айналыссын. Бірақ жаппай бүкіл адамзатқа оны жаңағындай бір мақтаныш, жетістік секілді күніне бәленбай рет хабарлаудың қажеті жоқ деп есептеймін. Бұл хабарланған сайын, айтылған сайын адам баласы үйренеді. Күндердің күні келген кезде сол нәрсені өзі істейтін жағдай болады. Мүмкін сол қылмыскерлерді қоғамдағы халыққа көрсету керек шығар. Мысалы, мен жанымда қылмыскер отырғанын білуім керек деген сияқты. Енді былай ғой, мысалға қылмыскерлердің өзі біз енді халықаралық стандарт деп кейде жаңағындай қажеттілігінен аз не жасап жатамыз, жазалап жатамыз деген секілді. Бұрынғы айтылған бір сөз бар екен, кісі жылқы ұрлаған үшін асылмайды дейді, екінші рет ұрламау үшін асылады деген бір сөз бар екен. Сондықтан да қоғамда әрине егер әсіресе адамның өміріне, ар-намысына залал келген дүние болатын болса, оның айтқан кезде мемлекет тарапынан әділ түрде оның қылмысы егер жасағаны шынайы дәлелденген болса, оны жазалау керек. Өкінішке орай біздің қоғамда деген секілді кісі өлтірген кісінің өзі 3-4 жыл отырады, қайтадан келейін сыртта бостандықта жүреді. Ал енді соның жаңағы бауыры немесе жақыны қайтыс болған кісі ертең ол жаңағы сонда менің бауырымның құны 3-4 жыл болды ма, 2 жыл болды ма деген секілді әртүрлі түсініспеушілік болады. Сондықтан енді әрине исламның өзінде айтады, егер сіз бір пенделік жасасаңыз, күнә істесеңіз, оны ешкімге айтпаңыз дейді. Егер оны ешкімге айтпасаңыз, сіздің кешірілуіңіз дәрежесі, былайтын кешірілу мүмкіндігіңіз сіздің көбірек болады. Ал енді біз соны жариялап айтатын болсақ, тіпті мақтанатын кісілер бар, мен үйттім, мен сөйттім деген секілді. Біріншіден, сіз осылай өзіңіз істеген күнәңізді жариялау арқылы өзіңіздің ар-абыройыңызды түсіріп отырсыз, пендешілігіңіздің көп екендігін айтып отырсыз, өзіңізді масқаралап отырсыз. Екіншіден, әлгі кісіге мен мынаны жасадым, міне көрдің бе, менде жаңағындай ешқандай ештеңе болмай өмір сүріп жатырмын деп, оның да күнә істеуіне айтқан кезде талпындырып отырсыз. Бір стимул ретінде оқып болатын кісілер болады. Анау да істеп жүр екен, өлмей тыныш жүр ғой, мен де істесем ештеңе болмайды екен ғой деп, жаңағы оның да күнә істеуіне біз бәлкім себепкер болып қалуымыз мүмкін. Сол үшін де істелген жамандық, қазақ айтады, жабулы қазал жабулы күйінде қалған дұрыс. Жаңағы бас жарылса бөрік ішінде, қол сынса жең ішінде дейді. Мысалы, отбасының өзінде ерлі-зайыптылардың ортасында әртүрлі бір түсініспеушіліктер болуы мүмкін. Ыдыс-аяқ салдарлама тұрмайды. Сіз енді жаңа үйде болған нәрсені сыртқа айтпайсыз ғой, барып мынандай болды десеңіз, ол жерде отбасы болмайды. Және сіз өзіңіздің әйеліңіздің немесе күйеуіңіздің кемшілігін жұртқа паш етесіз. Көрдіңіз бе, сол секілді білу керек болған кісілер білу керек. Жаппай халыққа оны жарнамалаудың қажеті жоқ деп есептеймін. Бірақ бұл жерде мен сізбен келіспеймін. Дегенмен де қоғамның болашағы тұр ғой. Кешегі 5 жасар қызды зорлаған кісі де бұрын сотталған. Менің ойымша педофилдер бар, сондай қылмыскерлер бар, оларды жарияға жар салып көрсету керек деп санаймын. Ол енді жар салғаннан мысалға не өзгерді? Оны қайда мысалға кезінде бір қылмыс жасаған болса, шатаспасам жаңағы химиялық түрде кастрация жасау заң түрінде қабылданды. Соны жасау керек те, екінші ол қылмысқа бармайтындай қылып, оны жазалау керек. Жар салғаннан басқа сана деңгейі әртүрлі адамдар бар. Мысалға, елдің бәрі мысалға темекінің жаман екенін біліп тұрса да, зиян екенін біліп тұрса да шегеді ғой, дұрыс па? Үлкен кісілердің өзі шегеді. Сол секілді бұл жерде заңды қаталдау керек. Және шынайы қылмыскерді нақты анықтап, оның орнына жазықсыз бар адам жазаланып кетпеу керек. Нақты жаңағындай анықталған болса, оны кәдімгі заңды жүзінде өз мемлекет тағайындалған заңмен айтқан кезде қатаң түрде жазалау керек. Осы жерде сұрағым келіп отыр. Жаңағы педофилдерге көп адамдар комментарийда жазады, өлім жазасын кесу керек деп. Негізі өлім жазасын кесу исламда қалай қаралады? Дұрыс па, бұрыс па? Енді исламда қысас деген дүние бар. Бұл біздің бұрынғы дәстүрде де болған. Жанға жан,
малға мал, көзге көз, тіске тіс, құлаққа құлақ деген секілді. Егер бір адамды әдейі қасақана өлтірсе, айтқан кезде оның жанын алса, шариғат бойынша оның жазасы өлім. Сол аятта айтылған жерде қысаста өмір бар деп келеді. Мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның кезінде осы шариғат орнады ғой. Сол кезде пайғамбарымыз мысалы кісі өлтірген кісілерді жазалады екен, өлім жазасымен жазалады. Бірақ тарихта қарап отыратын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху дәуірінде бұндай жазаға іліккен адамдардың саны 4-5-ақ, бір саусақтың 5 саусағына жетпей, яғни бір қолдың 5 саусағына жетпейді. Яғни осындай қатал заңның нәтижесінде бұндай қылмысқа адам бармаған. Ал өкінішке орай жаза жеңіл болғаннан кейін, мен 1-2 жыл отырамын да құтыламын деп жаңағымда айтқан кезде біреудің өмірін ойыншық санайтындар бар. Сондықтан да бұл шариғатта бар дүние. Шариғатта біреудің көзін шығарса, оның да көзін шығарады. Біреудің құлағын кесіп болса, оның да құлағын кесіп алады деген секілді. Ал енді жазатайым әдейі емес, мысалға Құдай оның бетін арғысын, көлікпен келе жатсың, бір адам кенеттен, жаңағындай адам жүретін жерде емес, кенеттен жүгіріп шықты, сіз қағып ол кісіні өлтіріп, сіздің ойыңызда біреуді өлтірейін деген ой болған жоқ. Ол жерде мысалға адам өтетін жер емес деген секілді. Сіз мысалға өзіңіздің сабағыңызға барып келіп жүрген, немесе жұмысын істеп жүрген кісі, ал енді мысалы ол жерде ол адамды не істемейді, өлім жазасына кеспейді. Егер ақ иелері бұны кешірейік, жаңағындай өзінің құнын өтесін дейтін болса, ол жерде жаңа мәмілемен шешілетін дүниелер бар. Сондықтан да бұл шариғатта бар дүние. Бірақ енді біздің мемлекет ол нәрсені қазір өлім жазасы қолданып отырған жоқ қой.